Неге түнде тырнақтау болмайды? Ислам діні тазалық діні. Төл дініміз рухани тазалықпен қатар дененің тазалығына да қатты маңыз аударады. Тазалық иман жарымы деп сүйреткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірнеше хадис шәрифтерінде аяқ пен қолдың тырнақтарында алып жүруді бұйырған. Ол саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахих бір хадисінде 5 нәрсе фитраттан, адамның таза жаратылысынан: сүннетке отыру, сәулетші жердің түгін қыру, тырнақтарын алу, қолдық түгін жұлу және мұртын қысқарту бұйырған. Тырнақты бейсенбі мен жұма күндері алған абзалырақ делінеді. Бірақ түнде тырнақ алмасын деген тыйым шариғатта жоқ. Шариғатта түнде де тырнақ алуға беруге болады. Түнде тырнақ алмау ырымы қайдан шыққан? Тырнақ түнде алмасын деген ырым араб пен түрік ұлттарында да кездеседі. Ондай ырымды ескілікті электр жарығы жоқ заманмен байланыстыруға болады. Электр жарығы жоқ жерлерде қараңғы түнде алынған тырнақтың қайда ашып, қайда түсетінін байқау мүмкін болмайтындықтан, бұрынғы кісілер өздерінің балаларына түнде тырнақ алуға болмайды деген тыйым айтса керек. Уақыт өте келе ол тыйым ырымға баланып кеткен тәрізді. Бұл кеңесте жарығы жоқ, қараңғы жерлерде назар ұстаса болады. Ал электр жарығы бар жерлерде түнде де болса тырнақ алудың әбестігі жоқ. Тырнақ алуға болмайтын жерлер: тырнақты асханада, бет ашық ыдыстар тұрған жерлерде, дастархан басында және адамдардың қасында алмаған жөн. Тырнақ алу барысында жан-жаққа ұшпауын қадағалаған дұрыс. Және көрінген жерге шашып кете бермей, алынған тырнақты қоқысқа тастаған дұрыс, немесе жерге көміп тастаған абзал.